егер де сіз әр намаздың алдында дәл осы мен қазір айтып бергенде дұға қылып барып намаз оқитын болсаңыз, мейірімді болған, рахымды болған Аллах тағала сіздің намазыңызды қабыл қылмауы мүмкін емес қой. Мен өзім осыған 100% сенемін, және де мен намаз оқымай тұрып осылай дұға қылып барып намаз оқимын. Және де осы дұғаны сіздерге айтып бергім келді. Қандай дұға, қалай істейді? Видеоның соңында дейін көріңіздер. Ассалаумағалейкум, алдарыңызда Айнұр Атбайқызы. Міндетті түрде мен барлық каналыма тіркеліп, лайк басып достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Мен көбінесе көшеде жүремін, басқа қалаларда жүремін, екі қаланың ортасында жүремін. Сондықтан сол көлікте отырған кезінде, уақыты болған кезінде мен дәл осылай дұға жасаймын, намаз оқымай тұрып. Өйткені менде уақыт болады, бір жарым сағат уақыт болады. Сол кезде намаздың уақыты келген кезінде мен былай дұға қыламын. Я Рахман я Рахим, я Рахман я Рахим. Аллах тағала мейірімді, Алланың мейірімі шексіз. 3 рет қайталаймын. Аллахума солли аля сайдина Мұхаммад. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алланың игілігімен сәлем бере кету осының мағынаны білдіреді. Бұны да 3 рет. Яғни сіз Аллаға мақтау айтпай, пайғамбарға салауат айтпай дұға қылатын болсаңыз, сіздің дұғаңыз аспан мен жердің екі ортасында тұрып қалады екен. Сондықтан әуелі Аллаға мақтау, одан кейін пайғамбарға салауат айтып барып дұға қылады екенбіз. Я Рахман я Рахим, я Рахман я Рахим, я Рахман я Рахим. Аллахума солли аля сайдина Мұхаммад, Аллахума солли аля сайдина Мұхаммад. Я жаратқан ең мейірімді Алла, рахымды Алла. Мен саған қатты мұқтажбын. Мен сенің мейірімділігіңе, рахымдылығыңа, кешірімділігіңе, махаббатыңа мұқтажбын. Сен әл-ғафурсың ғой, кешірімдісің ғой, әл-латифсың ғой, өте жұмсақсың ғой. Әр-рахман, өте рахымды, әр-рахим, өте мейірімді, ұлы болған әл-малик, бүкіл билік сенің қолында болған, сенің құзырында болған Аллахсың ғой, сен бола қал деген нәрсен бола қалады. Және де мен саған мұқтажбын. Сен менің бір тиын намазыма да, сүрелеріме де, оразама да еш нәрсеге мұқтаж емессің. Мен саған мұқтажбын, Аллах тағалам. Және де мен дәл қазір ниеттеніп сенің разылығы үшін оқиын деп жатқан намазымды қабыл етші, Аллах тағалам. Менің дәретімді, менің ниетімді, менің құбыламды, намазымды қабыл етші, Аллах тағалам. Намаздың ішіндегі сүрелердің ішінде қате кемшілікті кешіріп, намазды ішіндегі сүрелерді, Құранды өз дәрежесінде қабыл етші, Аллах тағалам. Мен саған мұқтажбын. Ертең қияметке сенің алдыңға сөзсіз барлығымыз барамыз, Аллах тағала. Сол кезде осы мен оқыған барлық намаздарымды мен бетіме лақтыра көрмеші, Аллах тағалам. Мен саған мұқтажбын. Сен ешкімге сен мұқтаж емессің, Аллах тағалам. Мен мұқтажбын саған, мен. Және де осы дәл қазір оқиын деп жатқан намазымды қабыл етші, қате кемшіліктерін кешірші, Аллах тағалам. Менің барлық күнәларымды кешірші. Мен сені сұрай беремін. Сен кешіре бересің, мен сұрай беремін, Аллах тағалам, мені кешірші. Және де мені иман жағынан өте білімділердің қатарына қосшы, Аллах тағалам. Күнәларымды кешірші, Аллах тағалам. Оқылмаған намаздарым үшін кешірім сұраймын, Аллах тағалам сенен. Қаза болып кеткен намаздарым үшін кешірім сұраймын, Аллах тағалам сенен. Өз-өзіме зұлымдық жасағаным үшін, Аллах тағалам сенен кешірім сұраймын. Қабыл етші мен дұға тілектерімнің барлығын, Аллах тағалам. Мен саған мұқтажбын. Әрбір берген деміңе, әрбір жүрегімнің дүрсіліне, менің мұсылмандығымды қылғаныңа, менің маңдайым сәждеге тиегізіп намаз оқытқаныңа, беріп жатқан ризық, несібе, берекенің барлығына рахмет, Аллах тағалам. Мен шүкір етем, мен осындай мұсылман болып саған шүкір айтып отырғаныма, альхамдулиллах. Әлемдердің Раббысы болған мені бір тамшыдан жаратқан Алла, мен саған 1000% сенемін. Менің дұғамды сөзсіз қабыл етесің. Дұғаларыңыз біткеннен кейін Я Рахман я Рахим 3 рет айтып, Аллахума солли аля сайдина Мұхаммад деп барып амин деп. Әр адам өзінің ішінен ниет қылады. Алладан не сұрағысы келеді, сұраңыздар.